Үлкен ақшадан қорқу және одан қалай құтыламыз? Сәлем, өзімен жұмыс жасаушы, өзін дамытушы, менің қымбатты тыңдарманым. Мен сізге бұл видеода үлкен ақшадан қорқу және сол қорқынышты жеңу техникасымен бөлісемін. Бұл видеоны ақшадан қорқу және сенім тақырыбына арнаймын. Мұқият тыңдасаңыз, сіз пайдалы әрі зор ақпарат аласыз. Бірге менімен жұмыс жасаңыз, қолыңызға қалам, қағаз алыңыз. Жалпы ақшаға қатысты көптеген қорқыныштар және теріс сенімдер бар. Мысалы, ақша тек еңбекпен табылады. Көп ақша табуға лайық емеспін. Көп ақша қауіп. Ақша зұлымдық. Көп ақша үлкен жауапкершілік. Мен мұндай ақша таба алмаймын. Оны басқара алмаймын. Бұл үлкен ақшадан қорқу. Өйткені ол ақшасыз қалуда қорқыныштан гөрі бір жерде ұзақ және тереңірек отырады. Ақшасыз қалу шын мәнінде соншалықты қорқынышты емес. Үлкен ақшадан қорқу неғұрлым қауіпті болса, соғұрлым біз аз нәрсеге қанағаттануға дағдыланамыз. Біз мұндайда үлкен ойлауға дағдыланбаймыз. Және үлкен ақшадан қорқу шын мәнінде біздің өзімізге деген көзқарасымызды көрсетеді. Бұл өзін-өзі бағалау туралы. Мен сіздерге дәл осы шығарылымда нанымдарды принципті түрде көмектесетін әдістерді ұсынғым келеді. Және сізде бар кез келген сенімді қабылдауға болады. Мұны қалай істеу керек? Біз мұны да талқылаймыз. Сіз өмірдің сол саласына немесе сіз өзіңізді көрсететін салада көңіліңізден шықпайтын белгілі бір аспектіге қарайсыз. Егер ол ұзақ уақыт өзгермесе, демек бұл жерде сізде теріс сенім болуы мүмкін. Сіз сұрақ қоясыз. Сіз қандайда бір сенімдер тізімін ашып, оның сізге жауап беретінін немесе жауап бермейтінін сезінуіңіз мүмкін. Егер сізге бұл тақырып қызық болса, тыңдаңыз. Иә, мен көп ақша табуға лайық емеспін, бұл қорқынышты. Бұл қандайда бір түрде қиын. Онда сіз осындай тұжырымдарды аласыз. Өз сөзіңізбен және өзіңіз тұжырымдаған сенімге негіз бола аласыз. Содан кейін тағы өзімізге сұрақ қоямыз, және оларға жазбаша түрде жауап беруіміз керек. Біз қолмен жазғанда біздің санамыз мүлдем басқа механизммен жұмыс істейді. Ал қолмен жазылғандардың бәрі әрекет ретінде қабылданады. Сұраққа өзіңіз жауап бергенде, сіз бұл тәжірибеде іс жүзінде өмір сүресіз. Ал біздің санамыздың реттелгені сонша, іс жүзінде өмір сүріп жатқаныңызды, қазір не болып жатқанын, қазір немесе болашақта не болып жатқанын ажыратпайды. Ал эмоциялар мен дене бірдей әрекет етеді. Қазір көлік басып кетеді деп қорқасың ба? Әлде бұрын қандайда бір қателік жібердім деп қорқасың ба? Бірақ қорқыныш емес, өкініш, кінә, сонымен қатар тұйықталған эмоциялар. Яғни қолмен жазып берсең, бұл сіздің тұпсанаңызға сүйене бастайтын тәжірибе болады. Бәрі осылай жұмыс жасайды. Ең алдымен, сіз бұл сенімді жоясыз. Мысалы, мен үлкен ақшаға лайық емеспін. Және кейінгі кезекте бұл теріс сенімге қарсы үш ұтымды дәлелді жазуымыз керек. Сонда ешқайсымыз ешқан шеше алмаған түйінді шеше аламыз және лайықты екенімізді түсінеміз. Бұл шыны төбені өзіміз ғана тұрғызамыз. Сондықтан да біз өзімізге жүгініп, дәл осы дәлелдерді табуымыз керек. Солай емес пе? Мен көп ақша алмаймын. Оған лайық емеспін. Немесе мен дүгіріп ақша жұмсаймын. Менде жинақ жоқ. Өйткені мен бұл үлкен ақшадан қорқамын. Зейін жоқ. Келесі төртінші қадам. Біз қосымша пайда іздейміз. Яғни, көп ақшаға лайық емеспін, мен осындай сеніммен өмір сүремін. Себебі көп ақшадан қорқамын. Бірақ екінші жағынан иә мүмкін. Және деп жалғастырамыз. Мысалы, сіз жұмыс берушіге барып, жалақыңызды көтеруді сұрай алмайсыз. Сіз жоғары бағаға сатуға тырыса алмайсыз. Кішігірім аудиторияға назар аудара аласыз және өзін-өзі бағалаудың ішкі қорқынышын жеңе алмайсыз. Сіз жұмыс істей алмайсыз, көп демалуға болады. Мысалы, сіз үйрене алмайсыз, инвестиция сала алмайсыз. Сіз осындай құрбандық жағдайда бола аласыз. Және сізге бірдеңе дұрыс емес сияқты көмек күте аласыз. Және сіз беруге сүйенуіңіз керек. Бұл екінші дәрежелі пайда. Біз оны тікелей түсінбейміз.
және одан зардап шегуіміз мүмкін. Кім құрбан болуды жақсы көреді? Ешкім, тіпті саналы түрде құрбан болуды ұнатпайды. Бірақ соған қарамай, бізде қандайда бір қолдау болған кезде бұл қауіпсіздіктің елесін береді. Өзіңізден осындай қосымша пайданы іздеңіз. Бұл қазірдің өзінде сіздің жеке басыңызды оған дейін қарау, әдеттен тыс болып көрінетін қырларын ашып көрсетеді. Келесі 5-ші қадам. Растау, яғни бұл сөз тіркесіне керісінше позитивті түрде келу керек. Мысалы, мен бай өмір сүруге лайықпын. Ең жақсысын алуға лайықпын. Мені бағалайсыз. Әдеттен тыс бұл әрекетті байланыстыра бастайсыз. Сіз ақшаңызды аяйсыз. Мысалы, қаржыны қандайда бір сатып алуға аударасыз да, соң, дәл қазір сіздің көңіл күйіңіз нашарлайды. Мұның бәрі осы сенімнің сіздің өміріңізге тигізетін әсерінен. Иә, сіз сатып алғаныңызға қалай қайғырасыз, мен білмеймін, азық-түлік немесе мейрамханаға барып, бірақ ол жерде қанша ақша жұмсағаныңызды ойлаймын. Түсіндіңіз бе? Келесі кезең, бұл жоғалтатын нәрсеңді тіркеу. Мысалы, менің бос уақытым жоқ. Менің таңдау еркіндігім жоқ. Саяхаттау еркіндігім жоқ. Табыс табу қуанышым жоқ. Мен ақшаламын және бұл жеткіліксіз деп ойлай бастаймын. Немесе оны сол жерге салып қарыздарымды өтеуім керек. Мысалыға, егер сіз бірдеңе істеп жатсаңыз, және бағаны қандайда бір жолмен көтере алмасаңыз, менің қандайда бір шеберлігім немесе кәсібилігім жеткілікті. Немесе көп акция табуым үшін жеткілікті тәжірибем бар деп айталасыз. Сіз осылай жазаласыз. Бұл тек сіздің қорқыныштарыңыздан туындайды. Және шын мәнінде бұл туралы айтатын, оны негіздейтін ұтымды дәлел жоқ. Сіз өте алмайтын кедергі жоқ. Сіз сондай-ақ, мысалы, мен өз ортамда немесе отбасымда мүлдем басқа табыс деңгейін көргенім. Менің ол жаққа баратын жолым жабық дегенді білдірмейтінін айталасыз. Сондай-ақ, сіздің жаныңызды тыныштандыратын ұтымды дәлелдеріңізді іздеңіз. Екі мәселе, өзіңізге сұрақ қою және сенім. Иә, мен бұл нәрсеге лайық емеспін. Бұл менің өміріме қалай әсер етеді? Сондықтан мен бұған бейсаналық түрде сенемін, және әсер қазірдің өзінде материалдық деңгейде болып жатыр. Мысалы, мен ең төменгі чектарды қоямын. Мен өзімді көрсете алмаймын. Иә, мен соншалықты қауіпсіз нәрсе жасауға тырысамын. Бірақ мен өзімді қатты дауыстап айта алмаймын. Өйткені мен өзімді лайықсызбын деп санаймын. Мен қымбат дүкенде өзімді ыңғайсыз сезінуім мүмкін. Немесе қымбат мейрамханаларға баруды ешқашан жоспарламауым мүмкін. Мен бай, ауқатты, жақсы күтімді адамдардың қасында өзімді ыңғайсыз сезінуім. Мысалы, мен өзімге сапалы киім сатып алмаймын, бірақ жеңілдікпен бірдеңе сатып аламын. Сондықтан біз барлық көріністерге қараймыз. Сіз оны жазып алған кезде, келесі жолы қандайда бір өмірлік жағдайда, сіз әдеттен тыс бұл әрекетті байланыстыра бастайсыз. Сіз ақшаңызды аяйсыз. Мысалы, қаржыны қандайда бір сатып алуға аударасыз да, соң, дәл қазір сіздің көңіл күйіңіз нашарлайды. Мұның бәрі осы сенімнің сіздің өміріңізге тигізетін әсерінен. Иә, сіз сатып алғаныңызға қалай қайғырасыз, мен білмеймін, азық-түлік немесе мейрамханаға барып, бірақ ол жерде қанша ақша жұмсағаныңызды ойлаймын. Түсіндіңіз бе? Келесі кезең, бұл жоғалтатын нәрсеңді тіркеу. Мысалы, менің бос уақытым жоқ. Менің таңдау еркіндігім жоқ. Саяхаттау еркіндігім жоқ. Табыс табу қуанышым жоқ. Мен ақшаламын және бұл жеткіліксіз деп ойлай бастаймын. Немесе оны сол жерге салып қарыздарымды өтеуім керек. Мен ақылы және сапалы қызметтерді пайдаланамын. Мен автобуста емес, таксимен жүремін. Өзіме көлік сатып аламын. Міне сіз қалағанның бәрін армандаңыз. Өзіңізге маңызды нәрсені армандауға мүмкіндік беріңіз. Көбінесе бізде қорқыныш болған кезде, жалпы алғанда ақшаға байланысты. Біз өзімізге қандайда бір нәрсені сатып алуға мүлдем тыйым саламыз. Және ақша туралы мүлде ойламайтынымызға өзімізді сендіреміз. Бұл бізге мүлде қажет емес. Жақсы өмір сүруден бас тартпас едік. Ең маңызды 7-ші қадам. Сіздің теріс көзқарастарыңызды бұзатын 5 әрекетті жазыңыз. Сіздің ойыңызға не келсе де жазасыз.
Мысалы, мен көп ақшаға лайық емеспін программасын жою үшін өзіңіз бірер қадамдарды таңдайсыз. Мысалға, мен өзіме iPhone сатып аламын. Қымбат салонға барамын. Егер осылай істесем, өзімді көп ақшаға лайық сезінемін. Бұл нені білдіреді? Мен қандайда бір ұсыныстар жасаймын. Максималды мән берілетін бағдарлама жасаймын, және оған жоғары чек қоямын. Мен керемет фотосессия жасаймын. Бұл үшін ақшамды аямаймын. Бұған тағы нені қосуға болады? Мен бағаны көтеремін және масштабты кеңейтемін. Өзіме сапалы бір бұйым сатып аламын. Және бұл үшін өзіме алғыс айтамын. 15 сапасыз бұйым емес, және бұл дегеніміз, біз өзімізге көбірек мүмкіндік бере бастадық. 8-ші қадам. Сол сіз жазған тізімдердің екеуін таңдау. Сіз тізімдегінің 5-еуінде жасамаңыз. Екеуін таңдаңыз. Бұл дәл осындай жеңілдік сезімін береді. Бірақ маған сеніңіз. Осы әрекетті орындаған кезде, сіз басқа теріс шектеуші, мүмкін, тіпті басқа көзқарасқа ауысаласыз. Бірақ мұнда жазғандарыңыздың барлығы орындала бастайды. Ең жақсы түрде ашылады. Және сіз ойлағаннан әлде қайда оңай және оңай. Бұл техниканы міндетті түрде қолданып көріңіз. Мұндай сенімдермен жұмыс істеу, ізденіс әр қашан қарсылық тудырады деп айталамын. Бірақ бұл техника әр қашан дұрыс нәтиже береді. Көп ақшадан қорқу, сіз жайлы өмір сүріп жатқан сияқты боласыз. Бәрі таныс. Миыңыз қарсыласады. Үйде анау жоқ, мынау жоқ деген ойлар. Сіздің миыңызда үйге қажет азық-түлік, отбасылық қажеттіліктердің тізімі тұр. Бірақ мұнымен сіз табыстың жаңа деңгейіне жете алмайсыз. Сізге саяхатқа шығу мүмкін емес. Әрқашан кейінге қалдырылады. Демалыс күндеріңіздің аты ғана демалыс. Демалыста еркін демалуыңызға болмайды. Демалысыңыз үйді, генералдық тазалау, киімдерді жуу, немесе бірер бітпеген шаруаларды бітірумен өткізесіз. Мен бұл тренингке барар едім, бірақ қазір уақытым жоқ, жағдайым жоқ. Иә, елдегі, әлемдегі жағдайлар өте нашар. Бірақ біреулердің өмірі, арманы орындалады, ал біз қандайда бір себептермен өмірімізді өзгерткіміз келеді, өзімізге рұқсат бергіміз келеді, бірақ әйтеуір бізде ештеңе болмайды. Теріс нанымдарды пысықтап, әр қашан ішкі энергияның көтеріп бастаймыз. Өзіңізге рұқсат етіңіз, және осы тәжірибеге көшіңіз. Мұны міндетті түрде жазбаша жасаңыз. Және жай ғана ойлаудың қажеті жоқ. Ие жазып жатып көптен бері қалаған арманыңызды мақсатқа айналдырыңыз. Мен iPhone сатып алғым келеді емес. Мен iPhone сатып аламын, осы апта ішінде. Уақыт қойыңыз. Осыларды басыңызда айналдырыңыз. Бұл техника 100% жұмыс жасайды. Өте қызықты. Сондықтан су ішіп аласыз да жазуыңыз керек. Және бір апта ішінде 2 әрекетті орындауыңыз керек. Бір аптадан кейін жаңа қондырғыға көшкен жөн. Сонда сіз өзіңіздің жеке басыңыз және шындығыңыз қалай өзгере бастағанын байқайсыз. Сіз жалпы саналы бола бастайсыз, және олар өміріңізде пайда бола бастаған кезде ішкі қарсылықтарды да сезіне бастайсыз. Дүкенде тағы бір рет сапалы, пайдалы жеміс, өнімдерді сатып алуға рұқсат ете алмайсыз. Дәл осы сәтте сіз өз тәжірибеңізді еске түсіресіз. Мысалы, балабақшаға төлеу керек, суға, газға төлеу керек, қарызға төлеу керек, тағы басқа тәжірибелеріңіз есіңізге түседі. Соған қарамастан, сізге көбірек сенім және қуаныш алып келетін осы кішкентай қадамдарды жасап шешесіз. Бір нәрсеге қол жеткізе алатыныңызды сезіну бір жерде, бірдеңені үнемдеп, бір жерде кептеліп қалғаннан әлде қайда жағымды. Әрине, біздің жеке дамуымызда бұл өзін-өзі бағалау мәселесі ең бастысы. Қымбаттыларым, егер сіз өзіңіздің шектеуші көзқарасыңызды өмірдің әр түрлі салаларынан іздегіңіз келсе, мен сізді каналыма жазылуға шақырамын. Сізге пайдалы жеке дамуыңызда зор ақпараттар, білімдер және құнды кітаптарды жүктеп отырамын. Өз ойларыңызды, алған инсайтыңызды комментарийге жазып қалдыра аласыз. Мен әрбір тыңдаушымның жазғанын оқимын. Менімен бірге дамыңыз. Аллах сіздердің зейініңізді ашсын, және сізге шабыт тілеймін.